Қазіргі мен телевизордан, Абай ТВ-дан басқасынан онша жақсылықты көріп жүрген жоқпын. Көрсетпеу керек. Сіздің балаңыз сіздің айтқаныңызды істемейді, бірақ сіздің істегеніңізді істейді. Сенен кейін келетті жаңағыдай келеңсіздіктерді, жайсыздық нәрселерді көрсеткеннен кейін бала, ең ақыры мына балаға мен пистолет мынау деген ойыншықты бермеген болар еді. Сондықтан осы жағына өте сақ болу керек. Неге біз қайта тәуелсіздіктің алғашы керінде қандай керемет дөңгелек үстелдер тіл туралы, тәрбие туралы, тарих туралы әңгімелер сонда өткізетін, қазір ондай жоқ. Өңкей бір жын шайтан бір нәрсе кешке шейін не әндетеді, не кешке шейін мынандай бір келеңсіздіктерді көрсетеді. Адам өзін қарауға қорқасың, бала тұрмақ. Міне бала сондай, ол бала сізде үлкен кісідей сезінбейді. Бала әне жердегі көргенін ертең келіп мынаған жасайды. Сонан кейін өзінің баласына өзі жөнді тәрбие бермейді. Не деген сұмдық, қазір көшеге шықсаң, қыздарымыздың бәрі темекі тартып жатыр. О заманда бұл заман қазақ сондай болып беді жан.